Өте дәмді, ерекше болып шығатын финикидан, яғни құрмадан кекс жасап үйренеміз. Соңына дейін қараңыздар, рецепті сақтап алыңыздар. Ол үшін ең алдымен 230 грамм финикиімізді жуып аламыз, одан кейін тазартамыз. Ыдысымызға салып, үстіне 320 грамм сүтімізді құйып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін газымызды өшіреміз де, үстіне 1 шай қасық содамызды қосып, тез-тез араластырып шығамыз. Одан кейін осы күйінде блендермен езіп шығамыз. Блендермен езіп шықтық, осындай масса пайда болады. Енді суығанша дейін қойып қоямыз. Оған дейін басқа ыдысымызда жұмсақ 90 грамм майымызды және 150 грамм қантымызды миксердің көмегімен осылай араластырып аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқаны бір-бірден салып тағы да араластырамыз. Бөлек ыдысымызда 160 грамм ұнды, 1 шай қасық разрыхлитель мен 1 шай қасық корицаны араластырып аламыз. Бағанағы массамызға салып тағы араластырамыз. Оның үстіне финикиді саламыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Формамызға құямыз, 180 градуста қызып тұрған пеште 40-50 минутта пісіріп аламыз. Піскенін зубочистканың көмегімен тексеруге болады. Енді үстіне құятын шоколадный соусымызды дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 50 грамм сары май, 80 грамм сүт, 1 столовая ложка қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Газға қоямыз, барлығы ерігеннен кейін, қайнағаннан кейін газдан аламыз да 200 грамм шоколадымыздың үстіне құйып, кішкене қоя тұрамыз. Одан кейін барлығын жақсылап араластырып, дайын болған кекстіміздің үстіне құямыз. Оформлениеге мен әртүрлі орехтардың миксін қостым. Өте әдемі болып көрінеді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте әдемі, өте дәмді, ерекше кекстің түрі. Соуспен керемет болып шығады. Үстіне тағы да сливочное мороженое қосып ұсынсаңыздар, өте әдемі, өте дәмді болып шығады. Ас болсын!